Эндрю Мэйкис Лед үшінші, Гилберт Ченнинг Гарнер мырза мен ханымның қыздары Мелисаның туған күнінің құрметіне 19 сәуір күні күндізгі 3-тен 30 минут кеткенде болатын салтанатты кешке қатысуға шақырған шақыртуын ризашылықпен қабылдады. Қымбатты Энди, туған күніме берген сыйлығың үшін рахмет. Менде Оз елі туралы көп кітаптар бар. Бірақ дәл осы Оз елінің ғайып болған ханшайымы жоқ еді. Сен неге маған нақ осыны сыйладың? Құрметпен, Мелисса. Мен сені кітап туралы сұраққа жауап берейін. Сен алғаш 2-ші сыныпта тәкаппар күтушіге ілесіп келгенде адасып қалған ханшайым тәрізді көрінді. Бұны сенің жазғаныңа сенбейді. Меніңше менің анам сенің анаңа дәл осы кітапты табуға кеңес берген. Хат жазуды доғарайықшы. Маған сөздерден гөр суреттер көбірек ұнайды. Күн жылынғанда сендердің қауыздарыңа келіп шомылуға бола ма? Болмайды. Менің жаңа күтушім бар, Хоперін ханым. Ол менің сенен жұлын қабын ауруын жұқтырып алуым мүмкін деп есептейді. Үзілісте менімен бірге сүт пен печенье алуға барасың ба? Егер тағы да күйеуге шығуымды өтініп сұрамайтын болсаң, барам. Мен сабақта хат жазбайтын болам. Мен сабақта хат жазбайтын болам. Хат жазбайм. Мен Л әрпінің аяғын Д әрпіне қарағанда ұзынырақ етіп салатын боламын. Мен өзімнің барлық А мен О әріптерімді дөңге ететін боламын. Мен Р әрпінің аяғын ұзындау қылуға тырысатын боламын. Оғы да ары қарай жібер. Сен сондай күлкілісің. Рождество мейрамымен және жаңа жыл құтты болсын. Құрметпен, Энди Лед. Мына суреттегі ашқаттағы суретті мен өзім салдым. Бұл Санта-Клаус емес, бұл апельсин шырыны бар стақаннан секіріп бара жатқан кенгуру. Саған ұнай ма? А? Маған сен ұнайсың. Анам жазбаша түрде кешірім сұрау керектігін айтты. Қыздардың шомылатын киімдерін ауыстырып жатқан кезде қыздар киінетін бөлмеге кіріп кеткенім үшін кешірім сұраймын. Өтініш, Хотрын ханымнан да кешірім сұрайтынымды жеткізші. Мына суретте сен екеумізді мен шомылатын киімсіз бейнеледім. Сен өзіңнің қайда екенін тауып көр. Сондай-ақ мұны ешкімге көрсетпе. Сен маған ұнайсың. Міне, мынау Хотрын ханымның киімсіз жуынып тұрған портреті. Меніңше, сен сурет салуды онша жақсы білшейсің, солай ма? Рождество мейраммен және жаңа жылмен. Сөзін бұйырмасын, неге сен басқа мектепке ауыстырған? Ата-анам менің ұлдарға арналған мектепке баруым керек деп есептейді. Сен менің ғашыққа салып тұрам деген уәдемді алған болатынсың, міне ол. Жалпы ашық хаттың соңына бір нәрсе жазылу керек қой. Мысалы, міне саған көмектесетін бірнеше сұрақ. Әжеңнің үйінде болған күшті ме? Ата-анаңның ажырасып жатқан рас па? Ол жақта менің қатарластарым бар ма? Менің меңзеп тұрғаным ұлдар. Міне, осының бәріне жауап берші. Жоқ. Иә.
Жоқ. Қымбатты Мелиса, бұл Энди Лет мені ұлдарға арналған лагерге жіберді. Мұнда тыныштық сағаты, яғни хат жазатын уақыт. Мен өзі үйшіме хат жазып қойдым, енді міне саған хат жазып отыр. Мелиса, білесің бе? Таңертең пошта таратқан кезде бар ғой, бәріміздің есімдерімізді айғайлап тұрып айтады. Энди Лет, сізге хат бар дейді. Өзің елестетіп көрші, қандай күшті. Әйтіп, келесіңде бар ғой, қыздарға табасың. Ай, көмектесіңде! Мен хат жаза білмеймін. Құрметті Энди деген екі сөзді жазуға менің сағаттап уақытым кетеді. Мен әкеме хат жазып жүрмін. Өйткені мен оны сағынып жүрмін. Саған өзім салған біздің мысықтың суретін жолдап отырмын. Тұмсық онша болмай қалды. Бірақ мен тырыстым, сөйтіп 3 рет салып шықтым. Жағымсыз жаңалықтар да бар. Анам тағы да тұрмысқа шықты. Купер Макфейл деген адамға. Көмектесіңдер! Мені бұл жерден алып кетіңдер! Мысық маған ұнады. Бұларға екеумін 3-ші сыныпта сенің үйінде ойнап жүргенде хауызға лақтырып жіберетін мысығың ба? Жоқ! Бұл мүлдем басқа! Мен саған би мектебі туралы жазайын деп отыр. Ата-анам менің осы би мектебіне барғанымды қалай? Түсінбей. Бұның маған немене керегі бар? Миым жетер емес. Олар алдымен бізді қыздар жоқ мектепке жібереді. Содан кейін бәріміздің бірге болғанымызды қалап, қадалып қалады. Сен де би мектебіне бармақшысың ба? Сен жазуды жек көретін болғандықтан не я, не жоқ деп жауап берші. Иә! Энди, меніңше сен барлық уақытта анаңның айтқандары істеуге тиісті емессің. Сен тіпті би мектебіндегі анаңның айтқанын істейсің. Міне сондықтан да мен өткенде румба биін билеуге Чарлиді таңдадым. Саған өзім салған шынжырлаулы билеп тұрған қонжықтың суретін жіберіп отырмын. Бұл сенсің, Энди, қаласаң ант етейін. Жарайды. Сен мен пошта арқылы дауласып тұрғым кеп тұрған жоқ. Құрметті Эндрю Эмлет үшінші. Сізді Фергюсон Брауэн ханымның немересі Мелиса Гарднердің құрметіне қайырымдылық балы басталар алдында өткізілгелі отырған кешке шақыртады. Жас! Шақыртуды құрметпен қабыл алдым. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is loving and love. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, Мен саған хат жазайын деп шештім. Себебі егер қоңырау шалсам саған айқайлап тастармын деп ойлаймын. Сен менің әбден шыныма тидің. Сен менің әбден ызамды келтірдің, Энди! Сен Дженни Уотерспен 2 рет биледің, ал менімен ешбір рет. Мен мұны әдепсіздік деп санайын, бар болған сол, ал енді құрайтын жаңа құрып кет, бар! Әйелмен өзімді қалай ұстауды білмейсің. Сен жалпы өмірде қалай бірдеңеге қол жеткізем деп ойлайсың, Энди?
келесі жексенбіде қатеңді түзетуге мүмкіндік берем. Қымбатты Мелиса, менің сенімен билемеген себебім, мен шатымды созып алған болатын. Мен оны саған айтайын деп оқталдым, бірақ ұялдым. Өткен аптада хоккей ойнап жүріп созып алғам. Ал Дженни Уотерспен билеген себебім, ол билегенде аяқтарын кішкентай етіп қыбырлатып басады. Ал сен болса үлкен шеңберлер жасауға адамды мәжбүр етесің де, содан екеуміз бір келеңсіздікке тап боламыз ба деп ойладым. Бірақ мен бұның алдын алып, үйде анаммен дайындалып көрдім. Адам төзгісіз ауырады. Міне сенімен билемеген себебім. Қазір қыздыртып жүрмін. Бәлкім келесі жексенбіде ана жастардың ассамблеясында билей алатын шығар. Сенің осы хоккей жөніндегі барлық шаттарына сенбей. Меніңше сенің шатыңда Дженни Уотерс созып жіберген деп ойлаймын. Осыдан көзіме көрінші, екінші шатыңды созып жіберуге уәде берем. Сен жалпы шат дегеннің не екенін білмейсің. Ал сен жалпы қалжың дегеннің не екенін білмейсің. Не жағдай екенін білесің бе? Мен психоаналитиктің қабылдауына бармақшымын. Анам мұның маған пайдасы тиетінін айтады. Тек бұны ешкімге айтпа, бұл екеуміздің құпиямыз болсын. Егер мен психоаналитиктің қабылдауына барсам, сен туралы сөйлесер едім. Шын айтам, тура солай істер едім ғой. Өйткені мен сен туралы жиі ойлаймын. Мен сенен гөрі дәулеттірек болғандығым үшін саған көбірек ұнаймын деп ойлаймын. Саған әжемнің үйіндегі хаус, лифт және малайым Симпсон ұнайды деп ойлаймын. Әсіресе ол үстінде зерлі киімі, қолында күміс поднос, зімбірден жасалған ағылшын сырасы мен печенье алып кіріп келе жатқан кезде саған көбірек ұнайды деп ойлаймын. Энди, меніңше осындай түкке тұрмайтын нәрселер мен саған қаншалықты ұнасам, олар да соншалықты ұнайды деп ойлаймын. Анам айтады, сен маған лайықты сыңар болған болар еді. Егер мен саған үйленген болсам, өмір бойы қамсыздандырылған болатынды. Міне сондықтан ғой, өткен жолы сенің әжеңнің үйіндегі лифтіде арлы-берлі, жоғары төмен түсіп ойнағанымыздың ұнаған. Тағы да байқап көргің келе ме? Көмектесіңдер. Мені бұл жерден алып кетіңдер. Мені әйелдер монастыріне жіберді. Бұл барып тұрған ақымақтық. Бізге қалаға шығуға аптасына бір-ақ рет рұқсат етіледі. Онда да өзің қасыңа ілестіріп жүретін адам тапқан кезде. Ал ұлдармен болатын би жылына 2-ақ рет. Ал тіпті сенің сырада болса ішіп отырғанның үстінен түссе, онда бітті сол сәтте апыр-топыр басталады. Сен жақын арада пойызға билет алады да бірден үйіңе жөнелтеді. Ал бұл бәрінен бетер. Энди, сен жексенбі күні түстен кейін бір орайын тауып маған келіп кете алмас па екенсің? Бізге сағат 4-тен 6-ға дейін ұлдарды биге шақыруға, шайға шақыруға рұқсат етілген. Егер ауа райы жақсы болса, мінәжат уақытына дейін біраз серуендеуге болады. Энди, өтінем кел, мені құтқар. Тым болмаса хат жаз. Ұлдың даусын естудің жалғыз ғана бір себебі осы. Өтінем. Мен сенің хатыңды қазір ғана алдым. Мені де шалғайға жіберді. Бәрі бірер минуттың ішінде шешілді ғой. Сенің анаң, менің анама осының бәрі менің игілігім үшін екендігін айтыпты.
және бар ғой, ол мені өңделмеген алмас деп атапты. Ау. Мен саған хатты өзім келіп алған соң бірден жазатын боламын. Әди, маған сенің жазғаныңның бәрі бірден ай бермейді. Мен сенің сезімдерің жайлы көбірек білгім келеді. Мысалы, менің сезімдерім мынадай. Мына жерден сасық иіс шығады. Бірақ мен үйге қайтқым келмейді. Онда Хоппер Макфейл бар. Сондай-ақ, мен сасық иіс шықпайтын бірде-бір мектеп-интернат туралы естімедім. Ал бұл түптеп келгенде өмірде сасық иіс шығады дегенді білдіреді. Міне менің сезімдерім осындай. Өтінем хат жаз. Сүйіспеншілікпен мен. Ал менің көңілімнен кетпей қойған бір ұлы сезім, ол итім Поргиді сағынған. Ол сенің есіңде ме? Ана менің үстелімнің үстінде ата-анамның суретінің жанында Поргидің де суреті тұратын болады. Айтпақшы, сен маған өз суретіңді жібере аласың ба? Саған өз суретімді жіберіп отырмын. Мұнда мен Хартфорд сапар жайындамын. Мен бұл жерден қашуға оқталған. Бірақ бұл ойыннан айнып қалдым. Тісімдегі темір шешпейінше Рождество демалса деп менен ештеңе алмайсың. Шашыма қарама. Менде басқа шаш үлгісі болады. Қымбатты Мелиса, мына әнді мен саған арнаймын. Hey, baby, how about this dance? Why? Because it takes two to do this dance. Takes two the tango, two the tango, two to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself, take a nap on a lip by yourself. You can get into debt on your own. There's lots of things that you can do alone, but it takes two the tango, two the tango, two to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can cruise to the moon by yourself, take a left like a loon by yourself, spend a lot, go to pot on your own. There's lots of things that you can do alone, but listen, yeah, it takes two to tango, two to tango, two that really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do that dance of love. Oh, Zed. Қымбатты Мелиса, қыстағы демалыста кездескеніме және сенің тісіңдегі темірді шешкеніңе қуаныптым. Әсіресе ана Уотсонның үйінде болғанда бәрі у-шу болып жатқан кезде екеуміздің сүйісіп құшақтасқанымыз ұнады. Сен менің қызым боласың ба? Маған өзін жақсы көрсету үшін жасалатын жағынулар ұнамайды. Бұлар менің нанымдарыма қарама-қайшы. Менің анам, менде ұлдар қаншалықты көп болса соншалықты жақсы. Байсалтыланып күйеуге шығардан бұрын оларды қарап, байқап, таңдап алуға болады деп есептейді. Бірақ ол бұған көмектескен жоқ. Мүмкін менің қолымнан келер, Қымбатты Мелиса, көктемгі демалыста екеуміз киноға бара аламыз ба?
Мен шынында білмеймін, Энди. Жоқ, маған біздің кездесулеріміз ұнайды. Бірақ мен үйге барғым келмейді. Саған мұны айтқаным дұрыс па, білмеймін. Анам жиі арақ ішеді. Сөйтіп мас болады да, менің бөлмеме баса көктеп кіріп кетеді. Сосын тоқтаусыз сөйлей береді. Онысы әйтеуір бір мыңғырлау. Жалғыз-ақ есте қалар жағымды естелік. Ол сендердің үйлеріңдегі мереке қарсаңындағы күндер. Қайран көңілді күндер ай. Біздің пианиноны айнала қоршай шеңбер болып тұрып айтатын әніміз қандай еді? Қандай еді? If you're tired and you not go to sleep. If you're tired and you not go to sleep. If you're tired and you know and you believe at the show. If you're tired and you not go to sleep. Осылай болады, осылай. Есіңде ме? Ана сыйлықтарды шұлыққа салып ілік қояды. Сенің ағаңмен дойбы ойнайтынымыз ше. Сосын сенің анаңа тұздық жасауға көмектесетініміз ше. Осының бәрі маған керемет ұнайтын. Сендердің отбасың сондай жақсы, Энди. Қымбатты Мелиса, сен жаздағы демалыста жақын бір жерде боласың ба? Мен ана гольф клубта қосымша ақша табатын боламын. Сырғытпа таяқтармен доптарды әкеліп беріп тұрам. Құдайға шүкір енді қайтып лагерге бармайтын болдым. Ал мен әкеме Калифорнияға барам деп шештім. Біз бір-бірімізді 4 жыл көрген жоқпыз. Әкем жақында үйленген. Енді менің 2 өгей жаңа сіңілім бар. Шын отбасымды табатындай сезімдемін. Солай болғай деп қатты үміттенем. Рас айтам, қатты үміттенем. Калифорния қалай екен? Калифорния туралы жаз, ондағы екінші отбасын қалай? Сен менің жазған хаттарымды алдың ба? Жаз бойы бірде-бір хат жазған жоқсың, бұл қалай болды? Міне, тағы да мектеп. Мен саған Калифорнияға қаншама рет хат жаздым. Бәлкім сенің ана долы өгей шешең тәрбиелеп алып қойған шығар менің хаттарымда. Калифорния туралы ештеңе айтқым келмейді. Ешқашан. Мен бір кезде менің 2 отбасым бар сияқты көрінеді. Ал қазір бірде-бір отбасымның жоқ екеніне сенімдімін. Сен қандай бақыттысың, Энди. Сен тіпті мұны елестете алмайсың. Шамасы, менің де жолым болады. Бірақ басқа жағынан, мен бізге Хартфордтан бізге көркемөнерден сабақ беруге келген Уотсворт ханыммен сөйлестім. Ол менің сурет салуға және кескіндемеге нағыз талантым бар екенін айтты. Және ол маған керамика мен сурет салуда жұмыс істеуді үйретпекші. Қымбатты Мелиса, менің саған қояр 4 сұрағым бар. Дайындал. Бірінші сұрақ. Сен
біздің сыныптың қыста болатын би кешіне келе аласыңдар. Екінші сұрақ, егер иә десең, жексенбі күнгі түнгі 11:22-де жүретін пойызға отыра аласың ба? Үшінші сұрақ, біздің ректордың әйелі сенің директорыңа қайда тоқтайтыныңды айтып хат жазу керек пе? Төртінші сұрақ, осындай хатты сенің анаңа да жазуы керек пе? Анамнан басқасының барлығына иә деп жауап берем, өйткені анама бәрібір. Мелиса, мен бұл хатты кейінге қалдырмай бірден жазуға тиістім. Менің саған қатты ызам келіп тұр, Мелиса. Мен сені біздің сыныптың бірінші және соңғы болатын би кешіне шақырам. Пойыздан түсіп келе жатқанда өзім күтіп алам. Ванильді сүтті коктейл алып берем. Және мектепке дейін таксимен алып берем. Ал ертеңінде сенің құрметіңе хоккейден 2 гол соғам. $8 ақтамақ гүлді жалпақ белбеу сатып алып берем. Және сенімен билейтіндердің қатарына біздің сыныптың ең жақсы балалары іліккенін өзім реттеп қоям. Ал сонымен не болды аяғы? Мен алып вальс кезінде сен Боб Бартермен бірге жасырын зытып кеттің де, киінетін бөлмеге барып құшақтастың. Мен мұны 2 баладан естідім. Ал келесі күні таңғы үстінде Боб бұның бәрін өзі жайып салды. Ол сені французша сүйіспен сүйгенін және қосанарыңнан ұстағанын айтты. Мен оны періп жіберейін деп едім, алайда Боди мырза ұстап қалды. Мен саған қатты қапа болып тұрмын, Мелиса. Сен маған өзіңіз соншалықты қымбат, әрі жақын екендігінің бәрін сатып кеттің. Әсіресе ана ректордан тараған кезімізде кока ішіп отырғанда, қайырлы түн тілеп, зауқсыз ғана бетіңнен сүйгізгеннен кейін, сен менің не айтып тұрғанымның бәрін өте жақсы түсініп тұрсың, Мелиса. Сондықтан сен менен жазғы демалыс кезінде ешқандай да хат және ешқандай да телефон қоңырауын күтуші болма. Құрмет. Кешір мені. Мен ол Боб Бартерді жек көрем. Тіпті онымен сүйіскен кездің өзінде мен оған деген жиіркеніш сезіндім. Бұған нанбайтынды білем, бірақ бұл шындық. Менен бір қателік кетті, кешірші. Ол менің ешқашан төсіме қолын тигізіп көрген емес. Егер ол осылай деп тұрса, оның жұмыртқаларынан алып асып қою керек. Оған осыны таңғы үстінде менен айтып жеткіз. Тек өтініш. Көктемгі демалыста жүздесейікші. Мен саған сенем, Энди. Сен маған керексің. Мен кейде ойлайым, егер менің сен сияқты қамқоршым болмаған болса, онда мен жынданып кететіндей сезінем. Өтінем, кешірші. Сүйіспеншілікпен, Мелиса. Балым, сәлем. Әжетайыма барайын деп шештім. Іш пысу. Сенің Гретхен Лашельді концертке ертіп апарған естідім. Екеуің ложада отырыпсыңдар. Бір қолымен белінен ұстап, екінші қолымен темекі ұстап отырыпсың. Ғаламат!
Тағы да мектептемін. Бірақ бұл жол аз уақыт екен сөзсіз. Өйткені біз Бабыл Харима мен ағаштың арасында шарап ішіп отырғанда мен көріп қойды. Анам өзінің бүкіл энергиясымен барлық шығыс жағалаудағы таныстарын іске қосып, маған мектеп іздеп жатыр. Ал менің көркем өнерде мұғалімім осы ханым, мен бәрін тастап Италияға өнерді оқып меңгеруге баруым керек деп есептейді. Ал сен қалай деп ойлайсың, Энди? А? Энди! Өтем хат жазшы маған. Маған сенің пікірің сондай қажет. Әлде сен бүкіл ақыл есіл дертіңнің барлығы Гретхен Лашель деме? Мен сенің Италия туралы сұрағыңа жауап берейін. Сен ол жаққа баруға өрімдей жақсы. Сондықтан сен алдымен басқа мектепке барып, оны бітіргеннен кейін колледжге түскенің дұрыс. Ал есейе келіп, Италияға бара жатарсың. Міне менің саған берер кеңесім осы. Бірақ саған бұның қаншалықты қажет екенін білмеймін. Қазіргі ара қатынасымыз ескерсін. Қажеті шамалау шығар. Эмма Уиллардтың жас еркекші ролларға арналған академиясына да тап болдым. Ау! Көмектесіңдер! Мені бұл жерден босатыңдар! Энди! Сен маусымда бірден үйіңе келесің бе? Сұрап тұрған себебім мен келем. Әлде сенің есілдердің бәрі әлі Гретхен Лашельде ме? Хабардар бол. Мен енді Гретхен Лашельмен кездеспей. Бірде Тенизардың сауық кешінен кейін мен оны үйге ертіп келіп, екеуміз диванда жатқан жерімізден әкем үстімізден түсті. Онда сенімен маусымда жүздесем деп үміттенем. Маусымда. Маусымда кешірші мені. Маусымда мен ана қаланың шет-шетінен жиналған жарлылардың балаларына арналған лагерге кеңесші ретінде бара жатырмын. Сен білесің ғой, мен сыныпымызда вице-президентпін. Жоқ, мен саған хат жазып жүретін болам. Сен де хат жазып тұрарсың деп үміттенем. Мен барлық уақыт хат жаза бергім келмейді. Мен сенімен жүздескім келеді. Саған сенімділік қана жетіспей, әйтпесе сен хатты жаман жазбайсың ба? Сенікі тіпті жанды стилі. Қане, қалай хат жазу туралы жазуды доғырда үйге кел. Кембілдердікіндегі спорттық мерекеге барамыз. Энди, сен қасымда болғанда мен өзімді сондай жақсытайым. Өтінем, кел. Мен сені сағынып жүрмін. Кембілдердікіндегі спорттық мерекеде болмағаның сондай өкінішті. Қане, неге келмедің? Бізге лагерге жазғы ауысымға Сэнди Маккарти келді үйінен. Ол Кембілдердегі спорттық жарыс туралы бәрін айтып кетті. Сенің үстіңде шомылатын ашық киімнің болғанын, қалжың үшін қыздарды арқаларынан итеріп, ұлдарды құлата қауызды айналып жүгіріп жүргенінің бәрін айтты. Сен не осылай? Ақымақтарша ырбаңдау саған ұнайды? Сенди және басқа қыздардың бәрін сен құтыртып жүрді. Өзіңді басқа әйел қыздардың құрметтегенін қаламайсың. Сенди және ана бакисерлердің сенің төсіндегі ойыққа теннис шарын салып жүруіңе мүмкіндік бергеніңді айтты.
Серсің бе жоға тек кімсің сен осы? Шаруасыз. Бостан босқа жүруден басқа сені ештеңе алаңдатпайды. Жоқ, сенің әлде атқарар міндеттемен жоқ па? Мысалы, жарларға көмектескің келмейді. Кейде мен ойлаймын, осының бәрі сенің соншалықты бай болғандығыңнан деп. Өйткені сен не істеріңді білмейсің, сондықтан жұрттың бәрі ақымақ қыла бастайсың. Кешір әрине осының бәрін саған айтып тұрғаным үшін, бірақ сен дейтін айтқандар менде саған деген жиі кеніш тұқтырды. Білем, сен маған ренжіп тұрсың. Я сенің ашуланып тұрғаның даусыз. Кешірші. Өтінем, кешірші Мелиса. Мен осындай бір оңбағанмын. Кешірші. Кешірім өтінем. Кетшек сайтан алды. Мәз саған! Біздің керемет Энди сайтан деген алты әріптен тұратын сөзді қолданатын болғаны ма? Мұрныңды көтере бермеші. Армандама! Шамасы басқа біреудің аузының салымы бар шығар. Қаңқу сөздің бәріне бірдей сене бермеген жөн. Құрметті Эндрю Мейпслет үшінші, мен жай ғана сенің білгеніңді қалаймын. Сен менің көңілімді әбден қатты қалдырдың. Енді біраз уақыт бір-бірімізге тыныштық беріп, хат жазбай тұрайық, солай ма? Осылай жақсы болады деп есептеймін. Қымбатты Мелиса, менің анам сенің әжеңнің қайтыс болғаны туралы жазыпты. Қазаның арты қайырлы болсын. Әжем туралы жазған бірер ауыз сөзің үшін рахмет. Анда-санда мазасызданғаны болмаса, мен оны өте қатты жақсы көрдім. Әжемнің қайтыс болуына байланысты білгеніңді қалаймын. Менің одан да қатты байып кеткенім туралы. Айтпақшы, бір ярклик оқуға түсуіңмен құттықтаймын. Ол жақты жақсы деп естідім. Бір ярклик туралы хатыңа рахмет. Бұл анау айтқандай мықты емес, және сен оны білесің. Шынын айтқанда, бұл жер нағыз былықтың орны. Есесіне Нью-Йоркке жақын. Мен аптасына 3 рет электричкамен Нью-Йоркке барып институтта сурет сабағына қатысалам. Ал анам, егер мен аяғына дейін тағы да 2 жыл шыдасам, мені Флоренцияға жіберуге уәде берді. Саған ел ұнайтын шығар. Қымбатты Мелиса, 28 қазан, жексенбі күні ел мен Дортмундтың арасында ойынға келе аласың ба? Барам! Кешірші Мелиса, дәл сол демалыс күні маған ата-анам келеді екен ғой. Сондықтан бәрін өзгертуге тура келіп тұр. Жоқ, сенің келгеніңе менің анам қарсы емес. Тек әкем сен мен алаңдатады деп есептейді. Сен және сенің ата-анаң ер жетер шешімге келгенді айтарсың. 16 қарашадағы Харвардпен ойынға қалай қарайсың? Сол уақытқа дейін ер жетпекпісің? Енді бір мүмкіндік бер, бәлкім таңғалдырармын. Жарайды, ойланып көрейік.
Мен мынандай жоспар құрып жүрмін. Тақтадан не Дунканнан бөлме броньдап қоям, ең дұрысы тақтадан шығар. Өйткені Дункан өтті жұпынышы. Дүнкен бола қойсын. Өйткені тафтада әркез үлкен адамдар көп. Лифтімен кім көтеріліп бара жатыр, соның бәрін қарап, холда ығы-жығы болып жүреді деп естідім. Yes! Дунканнан бөлме броньдадым. Қатып кетті. Мерекеде кездесеміз. 16-сын тағатсыздана тосып жүрмін. Шамасы, өткен демалыс күндер үшін саған рахмет айтуым керек болар. Бірақ неге екенін білмеймін. Олай еткім келмейді. Себебін өзің түсінерсің деп ойлайын. Қымбатты Мелиса. Өткен демалыс күндерін ойлауды доғарған жоқпын. Тіпті басымнан шығарып тастай алар емеспін. Онша жақсы болмады, я? Мен Дунканды ғана айтып тұрған жоқпын. Жалпы бәрінде. Жоқ әлде сен олай ойламайсың. Мен әр уақытта мынандай бір сезімде болдым. Сен басқа біреуді табуға тырысқандай, менің иығымнан асырып қарай бердің. Ондай бірдеңке менде де болды. Жалпы екеумізде болып жатқан нәрсені емес, басқа бір нәрсені іздегендей, табуға тырысқандай әсерде болдық. Ал Дункан қонақ үйіне келер болсам, онда білмеймін. Көп шарап ішіп қойған шығар. Не де болса өз қауқарсыздығымды көрсеттім. Ол үшін кешірім сұрайын. Менің мәселе неде деп ойлайтынымды білесің бе? Мына хаттарда, мынау қарғыс атқыр хаттарда мен сенің шынайы өмірде қандай екеніңмен емес, осы хаттарың арқылы көбірек білем. Иығыңнан асырай қарай бергенімде сондықтан болар. Біз осы жылдар бойы хат жазысуменен сен іздедің осы хаттардан. Осы хаттардағы адамды не болмаса, онда болмаған жанды. Шамасы біз осы хат жазысумен жылдар бойы бәрін бүлдірген сияқтымыз. Бұл жақсы емес. Сондықтан сол күні Дункан қонақ үйінде екі адам жетіспедік. Нағыз сен және мен. Мен мұны түсінем. Бірақ біз бұның бәрімен не істеуіміз керек? Бәлкім бір нәрсеге көңіл тоқтатуымыз керек шығар. Мысалы, бірге билеу. Онда біз баяғыдай бір-бірімізден ұстап, жаймен бірге қозғалатын едік. Онда әркезге бізге үміт тақтауға тура келмес еді. Сен менің нені айтып тұрғанымды түсінсең. Осы туралы ойланып көрші. Жалпы біздің ата-аналарымыз басқаның бәрін қоя тұрып, осы биге бергенде жайден жай емес шығар. Бәлкім, би дегеннің өзі сол үшін ойлап шығарылған болар. Ал, Бізге енді біраз уақыт хат жазуды доғару керек. Енді сен маған қоңырау соғаласың. Біздің жатақхананың нөмірі міне. Уилсон 1, 2, 4, 8, 6. Мен саған телефон соққанды жек көрем.
Ол телефон соғу деген тіпті хат жазу сияқты емес. Мен телефон компаниясына қоңырау соқтым. Сөйтіп, міне өз бөлмеме телефон орнаттым. Менің жатақханамның номері Роджерс 2-2403. Әрине, бұған біраз ақша кетті. Есесіне біз емін-еркін сөйлесе аламыз. Менің саған хат жазып отырған себебім, сенің телефоның үнемі бос емес. Немесе менікі босамай қалады. Ал бөлек құрылғы алуға менің мүмкіндігім жоқ. Сондықтан хат жазса берейін. Өтінем, хаты құрысын. Өзіңе телефон қойғызуға тапсырыс берші. Ақшасын мен ақ төлеп тұрам. Энди, ойлап қараш. Сен телефонды аласың да, ар жағында қағаздан емес, ет пен терден жасалған адамға жауап бересің. Бұл керемет емес пе, Энди? Өтінем. Мен саған хат жазайын деп шештім. Өйткені телефонмен сөйлескің келмесе, телефонның тұтқасын қоя салуың мүмкін. Ал хатты ешқашан үйтіп қоя салмайсың, бұл әңгімені үзуге болмайды. Есесіне, хатты жыртып тастауға болады. Қиқымдарына дейін қоса салып отырмын. Сен бұларды Сара Лоуренстағы Анжела Еткинсонға жібер. Не болды сайтан алған? Енді сенде хат жазу басталыпты. Аптасына ұзын сонар 2 хат. Міне мәселе сонда. Иә, мен Анжела Еткинсонмен хат алсам, мен хат жазғанда, жалпы қыздарға хат жазғанда доғар алмаймын. Мен саған бұрын да айтқан болатын. Мен өз ойларымның бәрін қағаз бетіне түсірген кезде өзімді жақсы ұғынамын деп. Мен саған хат жазғанды жақсы көремін. Саған көбірек хат жазғанды жақсы көремін. Саған хат жазған кезде мен өзімді ғашық жандай сезінемін. Мен өзімнің меншікті қаламмен, өзіме тән нақышпен жазған бұл хат басқа біреуден емес, ол менен барады. Мен сөйтіп өзімді саған сыйлайын. Ал сен кез келген уақытта міне мен аласың да жапырақтап жыртып лақтыра саласың. Немесе оны сақтап қойып оқи аласың. Бүгін, ертең, әйтеу тірі тұрғаныңша. Мен әкем айтады, адамдар хат жазуы тиіс деп. Мүмкіндігінше жиі жазып тұрған дұрыс дейді. Өйткені хат деген ол құрып бара жатқан өнер дейді. Ал адамдарды танытудың ең тиімді тәсілі осы хат дейді. Мен де сөйтіп ойлаймын. Сен де қатырасың, Энди! Эй! Яха! Менің қайда екенімді қарашы! Флоренция! Мен бұл қаланы шексіз жақсы көрем! Флоренция! Сен Флоренцияда не істеп жүрсің? Мен мұнда не істеп жүрмін? Басқасының бәрін қоспағанда мен мұнда сурет салып жүрмін. Сурет салуда сәттілік болмайды. Бірақ басқасының бәрінде де сақ болғайсың. Рождество мейрамымен! Сан-Антониядан сәлем! Рождество мейрамымен! Стерлинг кітапханасынан туған күніңмен құттықтауымды қабыл ал. Энди, сен барлық мадақтаулармен оқуды бітірді деп естідім. Браво, Энди, браво! Жиіркеніштесілер. Әркіз әйвей! Міне мен қазір қай жерде? Мен саған хатта жер орта теңіздері толқындарын қақтылып жарып жүзіп келе жатқан аса зор авианосецтің мінбесінен өзі атқарып тұрған вахта кезінде жазып отырмын.
Мен келесі кездескенде сенің маған нағыз әскери адамға ізет етіп сәлем бергеніңді қалаймын. Ал мен сенің флотта қызмет етіп жүргеніңді тіпті білген де жоқпын. Байқап қарашы, Энди, сен тағы да ұлдардың ортасындасың. Маниладан рождестволық құттықтау мені адмиралдық штабқа ауыстырды. Эспеннен жаңа жылдық құттықтау. Оу, сен Еспенде не қылып жүрсің? Таймай, таудың бөктерінен түсіп келе жатырмын. Гонконгтан сәлем! Хош бол. Хош бол, Сан-Франциско. Коньхио, ахай, гозаймас. Жапониядағы жағалау қызметі. Ей, сені Жапонияда бір кішкене бармен қыз қармағына түсіріпті деген сыбыс көйлеп жүр. Бұл олай емес деш? Анам, сенің Жапонияда бір қайдағы гейшамен тұрып жатқаныңды, және осыған байланысты ата-анаңның қатты қайғырып отырғанын жазыпты. Бұл рас па? Сен менің хаттарымды алдың ба? Сенің теңіз мекемелерінің мекен-жайы сондай біртүрлі. Мен тіпті хаттарының саған жетіп жатқанына сенімді емеспін. Рождество мейрамымен және жаңа жыл құтты болсын. Мына бір суреттің бағасын сенің беруің керек деген ойға келдім. Бұл 19 ғасырдың суретшісі Хирашига суретінің көшірмесі. Екі ғашықтың жаңбырдың астындағы көпірдегі кездесуі деп аталады. Ая, құрметпен әнділі. Сен қуақы, сен өзіңнің егде тартқан жасыңда сурет өнерінің аса қадірлеушісі болып бара жатырсың ба? Сен маған бірден айтқың келе ме? Олай болса айт, көбірек айт. Шынын айтқанда, мына менде де бір романтикалық сарындағы әуестік орын алды. Оның есімі Дарвин, Уолл-стритте жұмыс істейді. Егер сен маған хат жазсаң, мен бақытты болар едім. Анам, сенің анаңның өзіңнің жапондық құрбыңды үйленіп үйге алып келем деген шешімің туралы айтты. Өтінем, тек олай ете көрме. Өтінем. Күрсініп, тұншығып, еңіреп жатырмын. Бұл олай емес деші.
Мен Дарвинге күйеуге шығуға бел будым. Ол бұны әлі білмейді, бірақ білетін болады. Тым құрса маған бақыт тілегің келмей ме? Кіші лейтенант Эндрю Эмлет үшінші сыпайы шақыртуды қабыл ала алмайтындығына қатты қынжылады. Құрметті Энди, саған тамаша жапон құмырасы үшін көп рахмет. Сен бізге келгенде, мен бұған гүл салып қоятын болам. Әрине сен егер келсең, және гүл әкелсең. Неге сен өзіңнің жапондық құрбыңды жайға да ертіп әкелмеске? Біз бәріміз бірге отырып алып, Росимон жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Өтініш, өзіңнің махаббат хикаяң туралы жазшы. Өйткені анам, сенің ананың бұл туралы жағашқылар келмейтінін айтты. Бұл хат арқылы саған айтайын дегенім, сені қоспағанда, бұл шынымен де солай, сені қоспағанда, менің өткен өмірімнің ішіндегі ең маңыздысы осы болған сияқты. Болған дегенде жаңылыс айтып отырған жоқ. Бәрі бітті. Бәрі кетті. Енді мен үйге оралам. Бұдан артық асырып ешқашан ештеңе айтпаймын. Дарвинкоп мырза мен ханым өздерінің қызы Франческаның дүниеге келгендігі туралы ресми түрде хабарлайды. Ай, сәбидің дүниеге келуімен құттықтауымды қабыл ал. Енді тағы Гарвардтың заң факультеті. Энди, өзіңше керемет боласың ба? Өзің білетіндей мен жазуды әр кезде де жақсы көрдім. Содан маған мынандай ой келді. Бұдан бұлай заң жазуға талаптан көрсем бе деген. Я! Сен нағыз мықты және керемет болып бара жатырсың. Айтпақшы Энди, бізбен бірге отырып, бір ішуге келіп кетсеңші. Біз Нью-Йоркке баратын жолдың дәл бойында тұрамыз. Ал ерте ме кеш пе бәрі Нью-Йоркке келеді. Айтпақшы, сенің құқықтық шолу жасағаныңды естідім. Қалай дегенмен де бұл сен заңды қайта қарады деп есептеуге болады. Неке кодексін қайта қарасаң жақсы болар еді. Сенде бір проблема болып жүр ме? Жоқ. Менде бәрі жақсы. Номер 2 сәбиіңнің туылуымен құттықтаймын. Вашингтоннан сәлем. Мен мұнда жоғарғы сотта хатшы қызметін атқарып жүрмін. Бірақ бұл жұмыс естілгендей соншалықты романтикалық жұмыс емес.
Қымбатты Энди, әкеңнің қайтыс болғанын естіп, қатты қапа болдым. Оның саған қалай әсер еткенін, және сенің оны қандай жақсы көргеніңді мен білем. Және мені сен үшін онша жақсы емес деп жақтыра бермегенін де білем. Баяғыда сен мені үйіңе ертіп апаратын кездерде мен ылғи өзіме ол кім, мен кіммін деп сұрақ қоятынмын. Сондай әкемнің болғанын қалайтынмын. Қайғы қасіреттің ортақтасқан көңілімді қабыл алғайсың. Сәлем Мелиса. Қымбатты Мелиса, сенің әкем туралы жазған хатыңа көп рахмет. Иә, мен оны шынында да жақсы көрдім. Тіпті қазір ол жоқ болса да, оның отбасым, елім алдындағы борышым мен адамдық парызым туралы өсиетін әлі күнге дейін естігендеймін. Ол мен үшін бұйрықпен пара-пар. Және оның тумысынан ерекшелігі барлар ерекше жауапкершілік арқалайды дегені әлі есімде. Ол бізді сөйтіп үйреткен. Міне, менің Жапониядан жалғыз оралғандығым және құқықтануды таңдағаным да сондықтан. Қымбатты Мелиса, енді бұдан бұлай саясатпен айналыссам ба деп ойлап жүрмін. Реті келгенде шындап тұрып. Жазған хатыңа көп рахмет. Құрметпен, Энделет. Рождество мейрамымен және жаңа жылмен саған лезде түсіріліп шығарылатын суретімді жолдап отырмын. Мұнда мен қыздарыммен біргемін. Мұны анам түсірген. Мен үй шаруасындағы әйел сияқты көрінем бе? Шашыма қарама. Байқап тұрған боларсың. Мұнда өзіңе таныс біреудің жоқ екенін. Рождествоға арналған ашық хатыңа көп рахмет. Не, сенде бір жайсыз жағдай болып жүр ме? Ренодан сәлем. Мен шығыс жағалауға қайтып келе жатқан кезімде Вашингтонға соға кетер едім. Келген кезде бір хабарыңды бер. Джейнмен танысасың. Джейн? Я, мен Джейн есімді бір ғажап қызбен кездесіп жүрмін. Мелиса, Гартнер көп сыпайы шақыртуды қабыл ала алмайтынына қатты қынжылады. Қымбатты Мелиса, біздің Джейн екеуміздің үйлену тойымызға жолдаған сыйлығына алғысымызды білдіреміз. Бізде қаншалықты жақсы болса, сенде де соншалықты жақсы шығар деп үміттенемін. Күзде Нью-Йоркқа көшіп бармақшымыз. Мен сонда бір аса беделді заң фирмасында жұмыс істейтін боламын. Бұл алғашында маған біраз тер төгуге тура келеді, бірақ мен үшін үлкен тәжірибе болмақ. Әрине, ол менің туған штатым ғой. Ана саясаттағы мансабым үшін бастапқы алаң болмақ. Мелиса, біз Джейн екеуміз сенің орналасқан бойда бізге түскі асқа келгеніңді қалаймыз. Бірақ Нью-Йоркте болмаймын деп ешқашан айтушы болмаған. Баяғыда біреу маған бұлай деп жазған. Ерте ме, кеш пе, бәрі де Нью-Йоркқа келеді деп.
байқайсың ба? Әйелі бар адамның өзі де бұл күнді ешқашан ұмытпайды. Анам сенде бір қиыншылықтың болғанын жазыпты. Айтарлықта ештеңе емес шығар. Тезірек жазылып кет. Оныш, ал қызыл раушаннан тұратын гүл шоғының нені білдіретінін білмеймін, есімде жоқ. Бірақ саған еңсеңді түсірме деп күш қуат беретініне сенімдімін, үмітім бар. Мен саған гүл шоғын жіберіп едім, алдым ба? Жоқ, сенде бәрі дұрыс па өзі? Иә, гүлдеріңді алдым. Рахмет. Менде бәрі жақсы. Жоқ. Шын мәнінде менде бәрі жаман. Мен Бостанның шетіндегі сәулетті ақылы емханада емделіп жатырмын. Менің проблемаларымның бірі ащы судан аздап ұрттап алатын болдым. Бұны баяғыда біздің қалашығымызда сауық кештерде жұқтырып алған ауруым дейді. Және тағы бір проблема, мен төмен құлдилап барам. Анамның айтуынша бәрін өзіммен бірге сүйреп бара жатырмын. Мәселенің шыны мынада. Менің бұрынғы күйеуім Дарвин қыздарымды қамқорлыққа алуды рәсімдеді. Ал мен болсам мына қапаста отырмын. Адамдардан тығылам. Психотроптық дәрілерді қылғытам. Және психотерапевтің сеанстарында өзімді өлгенше сөзге айналдырам. Шамасы Бостандағы ең зор беймазаға айналып бара жатырмын. Қайтадан сурет өнерімен айналысу ойыңа келмеді ме? Бұл саған көмектесер еді ғой. Сен менің қайтадан өнерімен айналысуға кеңес берген хатымды алдың ба? Жап-жақсы қолыңнан келуші еді ғой. Сен оны білесің. Сенің жалғастырғаның жөн, қымбатты Мелиса. Иә, хатыңды алдым. Рахмет. Ол маған көмектесіп жатыр. Шын, рахмет. Лет жанұясынан мерекелермен құттықтау. Анам сенің қайтадан күйеуге шыққалы жүргенін жазыпты. Шықтым. Бірақ қазір қайтадан жалғызбын. Донер, Родис, Магалистр, фирмаға Эндрю Эмлет 3-ші мырзаны жұмысқа қабылдайтындығын ресми хабарлайды. Қымбатты Энди, сен енді осындай білдей бір адвокат болған кезіңде маған қыздарымды қайтарып алуға көмектесе алмас па екенсің? Дарвин оларды көруіме рұқсат ете бермейді. Ал
рұқсат еткен күннің өзінде олар менен бір алапес ауруын жұқтырып алмайын дегендей қашқақтай. Ой, мен онша жақсана болмадым ғой, Энди. Мен тырысар едім, егер құқым болғанда. Қымбат Мелиса, егер ақары отставкаға кететін болса, мен келер күзде міндетті түрде сенатқа сайлауға түсемін. Сен бұл туралы не ойлайсың? Мен сенің пікіріңді қатты білгім келіп тұр. Егер осы хатыма жауап беруді ұйғарсаң, оны үйге емес, кеңсеге жолда. Өйткені Джейн соңғы кезде бәрін драмаландырып жіберетін болды. Әсіресе сенің соңғы хатыңды тауып алғаннан бері тіпті күшейіп кетті. Иә, енді тағы сенат. Өзім қалай тұспалдамағанмын. Несі бар? Егер өзің осыны қалап тұрсаң, талаптан. Құдайдың өзі ұмытқан біздің қаламызда ізгілік пен ұлылықты паш ете ұлықтайтын боласың. Немесе бәрі үшін ұмыт болған тек менмін бе? Қымбатты Мелиса, сен сенатқа сайлау кампаниясына мол қаржы құйғаның үшін алғысымды білдіремін. Сен тіпті орасан зор көп құйдың ба? Олай етудің керегі де жоқ еді. Сенатор Эндрю Эмлет пен ханымынан және отбасынан мерекелермен құттықтау. Ой, Пырман, құттықтау деп осыны айт. Энди, мен саған ескертем. Егер тағы да осындай рождестволық серпілмен көбейтілген хаттарыңды жолдағаныңды қоймасаң, бір күні келемде сенатты түгел жағып жіберем. Ешір, бұны менің қол астындағылар жіберген ғой. Рождество мейраммен көнекөз досым. Қалайсың? Сен өзі қазір қайдасың? Нью-Йорктамын. Жалғыз тұрам. Бірақ мәселе мынада. Мен қазір кіммін? Бұл күрделірек сұрақ. Мен біз өскен біртүрлі әлем туралы үнемі ойланам. Екеумізді бірдей дүниеге алып келгені қалай болды? Сені адал халық қалаулысын, және мені ішкілікке салынып кеткен ұятсыз кәрі қақпасты. Ең жаманы және жақсысы бұл біз. Келесі сейсенбіде Нью-Йоркта болам. Түсте қаражат жинау жөнінде сөз сөйлеуім керек. Содан кейін мен саған соға кетер едім. Кеш бойы үйде болам.
әбіш, ал қызыл раушаннан тұратын гүл шоғының нені білдіретін енді анық білетін сияқты. Ал менің бар білетінім, өткен түннен соң сені тағы көргім келеді. Мұнда тағы да қандай да бір қаражат жинаудың мүмкіндігі болып тұрған жоқ па? Көптен бері жауап жазбаған үшін кешір әрине. Штаттың солтүстік бөлігінде болдым. Өз саяси ұстанымдарымды нығайттым. Содан соң экономика мәселелері бойынша конференцияға 3 күнге Цюрихке ұштым. Аптаның қалған бөлігін жайыммен өткіздім. Онда да өз ұстанымдарымды нығайттым. Қымбаттым, сенің кеңсеге қоңырау шақпауыңды өтінемін. Қоңырауды бәрі тыңдаған. Ал жұмысыма келер болсам, алдағы сәрсенбіден Нью-Йоркқа жолым түспекші. Егер саған соға кетуге уақыт тапсам, әуежайда міндетті түрде қоңырау шалам. Жаным, жаным, сені көргеніме сондай қуанып қалдым. Тағы да келші. Келесі аптада міндетті түрде келіп кетем. Бізге бірге сондай жақсы болады деп ойлап көріп пе едің? Меніңше соңғы түн 50 жылға татығандай болған сияқты. 100-ге жеткізуге ұмтылып көрейік, а? Құдайым-ай. Мейлі, тағы да келші, тек тезірек. Мен жоспарлап жүрмін. Мен қыздарымды көруге Сан-Францискоға бара жатырмын. Біз жол жөнекей бір жерде кездесе алмаймыз ба? Сенімен кездесудің мүмкіндігін көре алмайдым. Қала сыртындағы кез келген мейманхана, кез келген ескі әдемі қонақ үй. Онымыз қалай болар екен? Сені бірнеше сағаттан ұзағырақ көру. Көзге түсіп қалуымыз мүмкін. Құдайым-ай, менің ынтықаным соншалықты тіпті басқа ештеңе туралы ойлай алар емеспін. Бізге қалай болғанда да Мен өз өмірімді түбегейлі өзгерте алатынымда сенімді емеспін. бірақ басқа саясаткерлер ажырасты ғой. Рокфеллер, Рейган. Жай. Балалар, сайлаушыларым, қымбатты Мелиса, былай алғанда сен маған керексің. Маған сенің қасыңда болу керек. Әйтпесе мен өзіме сенімді емеспін. Алдағы сайлауға байланысты ештеңені елестете алмаймын. Алло. Маған Нью-Дели тілшісі қоңырау соқты. Не істейін? Ештеңе? Сен хабардар шығарсың деп ойлаймын. Мұнда бір Ньюсью газетінде біз туралы әжептәуір өткір мақала шығыпты. Және анам бір ток-шоудан біздің есімдерімізді ашықтан ашық айтқан естіпті. Мен не істеймін? Не істеймін? Мен не істеймін? Кетіп қалайын ба? Әлде қалай не? Ештеңе! Келесі жексенбіде кешке сенің үйіңде кездесе аламыз ба? Әйтеуір, Құдайға шүкір. Менің айтайын дегенім, біздің сөйлесуіміз керек.
Мен сөйлесулерден қорқам. Шын мәнінде қатты қорқам. Қымбатты Мелиса. Сенде бәрі дұрыс па? Иә, өткен аптада бір ауыр көрініс болды. Бірақ мен өзімдікінің дұрыс екенін білем. Біз осы жолды таңдауға тиіспіз. Басқа жол ешқайда апармайды. Біз тым кәріміз ғой. Егер үйленген күннің өзінде де бір аптадан артыққа шыдай алмас едік. Жоқ, мен саған хат жазып тұратын болам. Я, ол хат біздің күшіміз ғой. Һәм құтқарушымыз. Мен сенен әрқашан хат күтем. Сен де менің хаттарымды күтер деп үміттенемін. Мен оны хаттардың сыртына конвертке өтініш адресқа қайта жолдансын деген белгі соғып жүріп кім біледі. Мен сені қайта көріп жолығуым керек. Әндилет. Газеттен суреттіңді көрдім. 55 жасында жақсы спорттық күйде, тапсырысқа тіктірген костюмде, аяқтарын түзу қойып, қолдарын әдемі ұстап тұрған әйелінің артына тығылып тұрған. Сенің ұлдарың және мұрагерлерің. Ал сонда біреудің қолына жайғасқан кішкентай біреу. Сенің немерең бе? Киелі отбасындай көрінесіңдер, Әнди. Көңілді мерекелер, бақытты отбасы тілейм. Сенатор Лед. Өлімге беттегендер сені құттықтайды. Мен сенің соңғы жазған хатыңды тағы да бір рет оқып шықтым. Бұл не шатпақ өлімге беттегендер. Мен сені қайта көруіме бола ма? Жоқ, өтінем, олай ете көрме. Мен өзімді босаңсып жібердім. Семіріп, сыйықсыз болып кеттім. Мен Бостонның шетіндегі нашақорларға арналған емханада қамаудамын. Егер жағдайым жақсы болса, анам мені жексенбі күні түстен кейін алып кетеді. Сосын үйге апарып зорлап, тыққыштап, жаңа дәрілер ішкізеді. Және көбінесінде мен ештеңені түсінбеймін. Ал мына қолдарымен балағаттанбай сурет салудың өзі қолымнан келмейді. Ал қыздарым болса, олар менің өздерін қапа қылғанымды айтады. Олар тіпті менімен телефон арқылы да сөйлескілері келмейді. Әнди, мен өз өмірімді сұмдыққа айналдырдым.
жақсы көрмем. Мен өмірді жек көрем. Мен өмірді жек көрем. Мен ойлайым кейде, әттең біз екеуміз енді ғана. Әттең екеуміз енді ғана кездескенде ғой. Мен келе көрмемін мен. Жоқ. Мен сенбі күні таңертең келем, сенің анаңның үйінде кездесеміз. Жоқ. Жоқ, өтінем. Келе көрме. Мен сені көргім келме. Мен мұнда болмай, ант етем. Мен болмай. Мен кетем. Құрметті Гарднер ханым, менің сізге жазған ең алғашқы хатым Мелисаның туған күніне шақыртуды қабыл алуыма байланысты еді. Енді міне сізге тағы да хат жазып отыр. Бұл жолы оның қайтыс болуы себепті. Оның жаназасында сөз сөйлеген кезімде де, кейін сіздермен сөйлескенде де айта алмағанымды қағаз бетіне түсіріп жеткізуге тырыспадым. Бәлкім сізге мәлім шығар. Біз Мелиса екеумізге өміріміздің көп бөлігінде қарым қатынасымызды үзбеу бұйырды. Ол негізінде хаттардың арқасында. Тіпті мен сізге осы хатты жазып отырған кезімде оған да хат жазып отырған сияқты сезім бойымды билеп барады. Мен өмірде атқарғандарымның көбін соны ойлап жүріп жасадым. Кейде бір нәрсені дұрыс айтпасам, немесе істемесем, мен оның мақұлдамаған бір құлын естейтінмін. Енді міне ол ғайып болған сәтте мен тіпті не істерімді де білмеймін. Мелисаның өлімі менің өміріме оқыстан орасан зор сызат түсірді.
оны сүйгенімді енді ғана сезіп тұрмын. Ол менің өмірімнің жүрегі еді ғой. Мен қазірдің өзінде оны ессіз сағынып үлгердім. Мен осының бәрін сіздерге және оған айтып тұрмын. Құрметпен, Эндрю Лэд. Эндрю Мэкбис Лэд үшінші, Гилберт Ченнинг Гарнер мырза мен ханымның қыздары Мелисаның туған күнінің құрметіне 19 сәуір күні күндізгі 3-тен 30 минут кеткенде болатын салтанатты кешке қатысуға шақырған шақыртуын ризашылықпен қабыл алады. Қымбатты Энди, туған күніме берген сыйлығың үшін рахмет. Менде Оз елі туралы көп кітаптар бар. Бірақ дәл осы Оз елінің ғайып болған ханшайымы жоқ еді. Сен неге маған нақ осыны сыйладың? Құрметпен, Мелисса. Мен Л әрпінің аяғын Д әрпіне қарағанда ұзынырақ етіп салатын боламын. Мен өзімнің барлық А мен О әріптерімді түнге ететін боламын. Мен Р әрпінің аяғын ұзындау қылуға тырысатын боламын. Оғы да ары қарай жібер. Сен сондай күлкілісің.